Осы жылы бизнесіңізді еселейтін үш негізгі, көбісі біле бермейтін үш компонент туралы айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, осы компоненттерді қолданып бизнесіңізді еселеңіз. Сонымен кеттік. Ең бірінші компонент бізде көбінесе бизнесмендердің қоятын негізгі сұрақтары бұл: клиентті қайдан алсам болады, клиенттерді қай жерден іздеймін және де қалай еселесем болады деген негізгі сұрақтарға жауап беретін бұл бізде трафик. Бірінші компонент бізде трафик. Негізгі адамдарды қазіргі кезде егер де олар интернет-маркетингке әлі де шықпаған болса, ол жерде негізі әлі де бағаланбаған өте жақсы трафик жатыр. Яғни қазіргі кезде өте жақсы эффективно жұмыс істеп тұрған Instagram, YouTube, Facebook және де TikTok'ты айтсақ болады. Осы соцсеттер арқылы сіз өз бизнесіңізге көптеген трафик әкеле аласыз. Яғни жаңа клиенттерді тарту арқылы сіз өз бизнесіңізді 2 есеге көбейте аласыз. Одан кейінгі екінші компонент бұл мысалы айталық, сіздің бір клиентіңіздің сіздің бизнесіңізге әкелетін ақшасы немесе средний чекті алсақ болады. Мысалы айталық, сіз Макдональдсқа бардыңыз, сіз бір бургер алып қана қоймай, сіз комбо аласыз. Мысалы бургердің қасына фри мен коланы қосып береді. Одан кейін сіз кассадан кетпей тұрып, сізге бірден тағы да басқа да продукттарды ұсынады, немесе айталық сізге үлкейтілген түрін ұсынады және де қазіргі уақытта акциямен болып жатқан басқа да продукттерін ұсынады. Дәл осылай сіз средний чекті көбейте аласыз. Яғни сіздің негізгі жұмыс жасау керек жеріңіз ол сіздің продуктты алғаннан кейін келесі проблеманы ол қалай шешеді. Осы сұраққа жауап іздеп, негізгі бір сіздің продуктыңыз болса, основной продукт, соған қосымша upsell, downsell, cross-sell, bundle sell деген сияқты осы сатылым түрлерін, яғни продукт түрлерін ойластырып клиенттеріңізге ұсыныңыз. Дәл осылай сіз средний чекті көбейтіп аласыз. Сөйтіп сізде екінші компоненттен 2 есе көбейтіп алдыңыз. Енді үшіншісі бұл бізде frequency, яғни ағылшын тілінен алған кезде бұл жиілік. Сізге бір клиент жылына қанша есе сіздің продуктыңызды қолданды. Немесе айталық, мысалы, егерде барбершопты алатын болсақ, мысалға сізге бір клиент келді, сіз оған барынша жақсы қызмет көрсетуіңіз қажет. Өйткені бұл сіздің қызметіңіз ұнамаса, ол екінші рет келмейтін болады. Одан кейін келесі стрижкаға сіз 5-10% жеңілдік ұсынсаңыз болады. Яғни сіз осылай келесі сатылымға итермелейтін нәрселер жасап отырсаңыз, бұл жерде сіз бір клиенттің жиілігін арттыра аласыз. Яғни сіз бұл жерде де осы компонент арқылы бизнесіңізді 2 есеге көбейте аласыз. Бұны қалай жасасақ болады? Бұны сіз SMS немесе email немесе жаңағы айтқан соцсеттер арқылы өзіңіздің бар екеніңізді көрсетіп, күн сайын мысалы сторис арқылы немесе рассылка арқылы бізде компанияда болып жатқан жағдайлар немесе акция скидкаларды айтып отырып, оларға ескертіп, біздің бар екенімізді, әлі де жұмыс жасап жатқанымызды, соның барлығын көрсетіп, оларға есіне түсіріп тұрыңыз. Дәл осылай сіз клиенттің сізге келу жиілігін 2 есе көбейтесіз. Сонымен барлығын жалпы алатын болсақ, мына жерден 2 есе, мына жерден 2 есе, мына жерден 2 есе сіз негізі былай қарасаң шексіз, ал былай қарасаң 8 есе өз бизнесіңізді еселеп аласыз. Дәл осылай осы жылға, 2021 жылға, немесе мысалы қай жылы көріп отқаныңызды білмеймін, может
2030-да көріп отқан болуыңыз мүмкін. 2021 жылға дәл осылай 3 компонент арқылы жоспар жасап, уже ертеңнен бастап әрекетке көшіңіз. Келесі видеода көріскенше, қош, сау, чау.